Тағы бірде алдында өңгерген бесігі бар өгізбен аяңдап келе жатқан Құрманбек ақынды жол бойында еңбек істеп жүрген бір топ ер әйел қаумалап тосып алып, әдейі сөз шығармаққа, әйел ме дейік десек, басында жаулығы жоқ, еркек пе дейік десек, алдында өңгерген бесігі бар, бұл кім болды екен деп шуылдасыпты. Сонда құраған Құрманбек менің атым бесік алған, бесікті түсінеді есі бар жан. Ұл тауып Керімбайдың келіншегі, кіндігін бәйбішеміз кесіп алған. Орамал том болмайды, жол болады, қалжаның терісімен төсін алған. Бұл күнде бұл дегенің арзаншылық, үстіне торғын көйлек қосып алған. Сәбидің бесігі жоқ дегенді естіп, жасауды мен бір бесік есім алған. Бесікті осы құрша қузалайтын, бұл бесік қатындардың несін алған. Өңгерген бесігімнің жай осылай, сол болса жұмыстарың ай тосып алған ай. Деп таусуындай ағыл-тегіл ағытыла жөнілгенде, әй мынау енді қайтер екен, не деп жауап берер екен деп аңтарылып тұрған көп еріксіз бастарын шайқап, таңдайларын қағысып, бәрекелді айтқан екен. Бұл өлең кейін бесік өлең деп аталып кетті.